сені келіп дінін тығып миыңды шайып ата бабаңды қалқандаған арабтарды енді келіп мақтап қорғап отырсың мына жерде. Ей намысшы. Олар арабтар емес, олар дін бойынша келіп дінді тарқату үшін. Несі, дін тарқатам деп сен тасталқан қылып аталарыңды қырып. Жоқ. Айып. Сен білмейсің да, ислам кім білмейсің. Факт солай. По факту. Олар келгенде бар ма, саған Енді Стокгольм синдромы деген исламды қабыл ет деп келеді саған. Исламды қабыл ет дейді. Қабыл ет деп келмесін. Сен кімсің сонда жизат өрететін? Сен біреуге дініңді тықпалап, мойындамасаң жизат өрететін кім оласың? Бұнда әр қазақ саған ұқсап атеист я буддист болып жүре берсін ба? Сен өз позицияңда тұрмайсың ба? Сонда сен аталарыңа келеді екен да? Біздің дінімізді қабылда. Басыға тұрмашы. Тұршы қумай тұр. Сонда сенің аталарыңа айдаладан біреулер келіп, біздің дінді қабылдамасаң салық төле деп рекет жасайды екен да, грузит етіп кәдімгідей қысады екен. Сосын салық төлетіп қояды екен, төлемесең соғысады екен да. Өстіп сенің жеріңе баса көктеп келіп, аталарыңа әлімжеттік көрсеткен оңбағандарды сен немене көтің жыртып қорғап отырсың? Енді кімді қолдайын, саған ұқсап атеистті қолдайын ба? Енді кімді қорғайын не? Сен деген өз сол жерде тұрған ата бабаңды қорғамайсың ба? Сенің жеріңді келіп, мойныңа қылыш тақап дін қабылда, болмаса салық төле деген рекет болған, сондай жасап жатқан адамдарды қорғайын алдында кім қорғайын? Екі вариант бар ғой сен. Сол кезде өз ұлтыңмен ата бабаңды қорғамайсың ба? Кімді қорғайын деген не сен оңай? Сонда сенде бір-ақ вариант бар ма? Сенің жеріңе баса көктеп келіп, мойныңа қылыш тақап дін қабылда, болмаса салық төле, әйтпесе соғысамыз деген арабтарды қорғайсың, либо ешкімді қорғамайсың ба? Иә, қолдаймын, арабтарды қолдаймын. Құр бар, оңмай. Оңбағандар, әбден бітіпсіңдер ғой милары шайып. Мұсылман деген бұл, мұсылмандар деген бұл. Мұсылман емессің, сен арабтардың құлысың таза. Ата бабаңды сатқан адамсың сен.